Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіз ғалам және табиғат арнасындасыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Біздің планета күн жүйесіндегі газ бен шаңнан тұратын алып бұлттан шамамен 4,5 миллиард жыл бұрын пайда болған. Жұлдыз шаңының үлкен қалдықтары жерді қалыптастырды. Оны ұзақ уақыт бойы метеориттер қатты бомбалаған болатын. Содан кейін бұрынғы роликте айтып өткендей, үлкендігі Марстай бір планета жерге соғылды. Бұл апат бізге айды сыйлады. Біраз уақыттан кейін жер бетінде бізге таныс материктер мен дүниежүзілік мұхит пайда болды. Вулканизм тынышталды. Осылай планетамыз өмірге дайын болды. Бірақ кейін мұндай кең аумаққа патша керек болды. Және міне осы жерде мәселе туындады. Өйткені патша болуға ниет білдірушілер көп болатын. Су. Барлығы дәл осы жерде суда басталды. Ең бірінші патша жыртқыш осы суда пайда болды. Және оның аты Аномалакарис. Ол бір түрлі тұмсығы бар алып шайынға ұқсайды. Бірақ ол кезде үлкен болу жеткілікті болған шығар. Аномалакарис пайда болуы кембриялық жарылыспен байланысты. Жердің биоәртүрлілігі күрт өскен кезең еді. Содан кейін организмдердің күрт көбею басталды. Олардың экзоскелеттері пайда болып, жыртқыштар өз олжасын жей бастайды. Сөйтіп, омыртқалы жануарлар дамыды. Ал енді біз міне заманауи мұхитқа келдік. Егер Аномалакарис осы күнге дейін өмір сүруін тоқтатпағанда, өзінің жоғарғы жыртқыш ретіндегі мәртебесін сақтай алмас еді. 2,5 миллиардтан астам жыл бұрын ұзындығы 38 сантиметрге дейін өсу жеткілікті болатын. Бірақ біз үйренген мұхитта мүлдем басқа ережелер қолданылады. Қазіргі мұхитта жаңа патша касатка, яғни өлтіруші кит билік етеді. Касаткалар әлемдегі ең үлкен жыртқыштардың бірі. Олар саны 40 данаға дейін топтасып аң аулайды. Өлтіруші киттер кезіккеннің бәрін жейді. Оның ішінде балықтар, пингвиндер, теңіз құстары, кальмарлар, теңіз сүтқоректілер, басқа киттер бәрі кеңірдектерінен өте береді. Әрбір құрбан үшін өлтіруші киттер жеке тәсіл таңдайды. Өйткені олардың интеллектісі мен командада жұмыс істеуі мұны істеуге мүмкіндік береді. Олар өз олжасымен асқан қатыгездікпен ойнайды. Олар сондай-ақ керемет жылдам, сағатына 55 шақырым жылдамдыққа жете алады. Бұл бірқатар елдегі максималды жылдамдықтың шегі болып саналады. Касаткаға ешкім қарсы тұра алмайтын және тағынан тайдыра алмайтын сияқты. Мысалы, акулаларды алыңыз. Адамдар жүзіп жүрген акуланы көрсе, шайтанды көргендей қатты қорқады. Ендеше неге акулаларға жануарлар әлеміне ықпалын аздап болса кеңейтпеске? Дегенмен, акулалар касаткалардан аулақ жүруге тырысады. Оларды айыптау өте қиын. Өйткені касаткалар акулалармен қоректенуге мүлдем қарсы емес. Сонымен қатар касаткалар өлтірудің қиын әдістерін таңдайды. Кейбіреулері олжасын су бетіне итерсе, басқалары акулаларды төңкеріп, қозғалмайтындай етіп, тек бауырын ғана жейді. Касаткалар акулалардың ең жылдам және ең үлкен түрлеріне шабуыл жасайды. Тіпті үлкен ақ акуланың өзі өлтіруші киттің көзіне түсіп қалса, өміріне қауіп төнгенін бірден түсінеді. Акулалар өлтіруші киттің иісін сезген бойдан қашып кетуді жөн санайтыны таңғаларлық емес. Өйткені онымен кездесу өлімді білдіреді. Және акулалардың табиғатынан жалғыз екенін ұмытпаңыз. Ал өлтіруші киттер компаниялармен топтасып жүреді. Қысқасы, ешқандай мүмкіндік жоқ. Мұхит патшасы ретінде өлтіруші киттің титулын даулай алатын жалғыз нәрсе ол адамзат баласы. Бірақ бұл мүлдем басқа әңгіме.